Ассалаумағалейкум, бұл СПМК аймағы Ақжайық көшесі, әдемі көшелердің бірі. Міне көшесі жарықтандырылған. Мына көшенің бойында, мысалы, мынандай үйлер 45-50 миллион тұрады. Оның қасында мынандай коттеджіміз сатылады. Бағасы жер үйдің бағасындай десек те болады. Алдында мынандай воротасы мына бөлігінде, кіретін калеткасы мына жағымызда, алдына талдары егілген. Мінекей үй жағымыз. Үйдің сыртын бір 3-4 миллионға қаптап алсаңыз, мынандай коттедж болып шыға келеді. Қазір бар ғой, арзан материалдар қаптайтын. Үйдің сыртын қымбат көрсететін, соны қаптап алуға болады екен. Үй жағымыз, міне үй жағымыз өңделген жері. Мына жерлерімізге мынау гаражы, времянкасы, қосымша құрылыстары. Мына көтерілсек, міне 3 бөлмесі бар екен, 1, 2, 3. Енді үйіміздің ішкі жағына қарай кіреміз. Достар, үйімізге мына жерден кірдік. Міне кіре берісіміз қандай кең, әдемі. Қабырғасы мынандаймен жасалған. Едені ламинатталған. Үйіміз өте керемет, жақсы. Тек үйдің сыртын жөндеп жүрсеңіз, мынау күшті негізі. Өз бағасына лайық. Міне санузел, светін жағып жіберейік. Мінекей туалет. Үйімізге қарай кіреміз. Міне есіктерін қараңыз, әдемі. Неге жай сөйлеп жүр десеңіздер, мына жерімізде бала ұйықтап жатыр. Сондықтан жай сөйлеп жатырмын. Міне үйдің ас бөлмесі, едені кафелденген. Мына жиһазымыз қалады. Бұл осы жиһазымыз үй төбеде сервант бар дейді, сол қалады дейді. Жиһаздардан. Мұның өзі қаншама үлкен ақша негізі. Міне холлы. Туалет болды ғой. Мына жақта жуынатын бөлік. Мінекей үйдің орталық аймағы, яғни ас ішетін бөлігі. Мынау енді қонақ күту залы. Үйдің спальныйы төбеде. Былайша барлық тірлік осы жақтан бітеді да, ұйықтайтын кезде төбеге қарай көтеріліп кетесіз. Мынау үйіміздің екінші қабаты. Міне осы жерден кірдік. Екінші қабатта 1, 2, 3, 4, 5 есігі бар. Бірінші есігіміз міне жатын аймағы. Қараңызшы, керемет. Есіктері ақшыл түсті. Үйіміз жаңа, ремонты деген свежий, бір жырым жоқ. Күшті үй. Міне екінші жатын аймағы, үшінші жатын бөлмесі. Мынау енді төртінші жатын бөлме. Мына жақта санузел. Санузелдің өзінің бір бөлме секілді, жатын аймағы секілді, размері 4